Житкинс Рекордс студиясы ұсынады. Продюсері Қуаныш Қалымгереев. Мәтін авторы Айнұр Сембаева. Редакторы Әділбек Жәнібеков. Оқыған Жеткеншек Меңдіғалиұлы. Дыбыс операторы және көркемдеушісі Руслан Кәрібаев. Мәйітханадағы түн. Бір кездері жұмыс таппай қиналып жүрген кезімде көршім Бекжан ағай мені өзі істейтін мәйітханаға күзетші етіп орналастырған еді. Әрине алғашында үйрену қиындау болды. Дегенмен адам нан табу үшін бәріне төзеді емес пе? Мәйітхананың қолға қаптырар иісі, жан түршігерлік жағдайда қайтыс болған адамдардың мүрдесі күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырды. Бірақ уақыт өте келе, кеудемдегі қорқыныш басылып, күнделікті жұмысыма үйреніп кеткен едім. Алайда күтпеген жерден бір күні тосын әрі түсініксіз оқиға болды. Бірде Бекжан ағай күндізгі күзетшілігінен шығар кезде мен түнгі ауысымға келдім. Сонда ол кісі маған қарап тұрып, балам бүгінгі түн біртүрлі жайсыздау болайын деп тұр. Сен бөлмеңнің есігін іштен іліп ал деп ескертті. Әншейінде аузы ішімдіктен құрғамайтын көрші әрі қызметтес ағайым бұл сөзді кәдімгідей салмақты кейіпте айтты. Әйтсе де мен, ой қойыңызшы ағасы, мен бүгін бірінші рет күзетке түсіп отыр дейсіз бе? Деп ол кісінің айтқан сөзіне аса мән бере қоймадым. Ағай маған ойлы көзімен бір қарап алды да, жарайды, өзің білесің, мен әншейін ескерткенім ғой деп, жөніне кете барды. Түннің бір уағына дейін сыртта отырдым. Далада өпеткен жел жоқ, тек көшедегі ағылып жататын көліктердің дыбыстары мен құстардың сайраған үні және шегірткенің шырылы естіледі. Сәлден кейін әдеттегідей мәйітхананы бір тексеріп келіп, ең түпкі бөлмедегі кереуетке қисайып жатып, кітап оқыдым. Сөйтіп жатқанда көзім ілініп кетсе керек. Бір уақытта есіктің сыртынан тысырлаған біреудің жүрген аяқ дыбысынан шошып ояндым. Дереу қабырғадағы сағатқа көз тастадым. Оның бағыттаушы түнгі 3:30-ды көрсетіп тұр. Әлгі дыбыс тағы да естілді. Қан мен ет сасыған өліктердің арасында менен басқа қандай тірі пенде болуы мүмкін? Бұл кім болды екен? Аруақ па? Әлде елес пе? Әлде бір тылсым күш пе? Күзетші екенді ескеріп, амалсыз орнымнан тұрдым. Жүрегім дүрсілдеп, өн бойым дірілдеп кетті. Әрең дегенде батылсыз түрде есікке жақындадым. Тыңдасам, шынында біреудің жүргені естіледі. Бірақ адамның демі білінбейді. Тысыр үзілген жоқ. Қысқа ғана үзіліс жасады да, мұнда мен барын сезгендей, дәліз жақтан есігіме қарай жақындап келе жатты. Асықпаған адам жүрісі. Артынша есікке ентелеп, жұлмалағандай болды. Мен сасқанымнан есік тұтқасын өзіме қарай тарттым. Тіпті артқа шегінуге өн бойымда күш қалмай, сол жерде қатып қалдым. Шынында әлдене бір белгісіз күшке жақын тұрғанымды сездім. Есікті арғы жағынан жұлмалаған сайын бергі жақтағы ілгіші селк-селк етеді. Денем дірілдеп, жүрегім аузыма тығылды. Ілгіш ыршып кетіп, есік ашылып кете ме деп, не де болса
тұтқаны жібермеуге тырыстым. Есік пен босағаның арасындағы болмашы ғана саңлаудан қарасам, тура қарсы алдымда қараңдаған біреудің көлеңкесі тұр. Әрі қарай алмадым. Жүрегім зу етіп, зәрем-зәр түбіне кетті. Бір кезде ол есікті тырмалады. Буынымнан әлі кетіп, тізем бүгіле қалшылдаған күйі қаттымда қалды. Ашуға батылым жетпеді. Ішімнен бісмілләні бірнеше рет айтып жатырмын. Есіктің тұтқасына жабысып, қанша тұрғанымды білмеймін. Бір қарасам, терезеден жарық түсіп таң атып келеді екен. Таң ата, дәліздегі шуда басылды, есікті тырмалауында қойды. Ал мен болсам, түнімен менің зәремді ұшырған жайт өңім бе, әлде түсінбе екенін білмей әлі тұрмын. Есеңгіреп тұрғанымда, сыртқы есіктің қоңырауы шырылдап жатыр екен. Сол уақытта өз-өзіме келіп, бірінші бөлмемнің есігін ілгішінен ашып жіберіп, бірден ұзын дәлізге көз тастадым. Айналаның бәрі жым-жырт. Дереу сыртқы есікті барып аштым. Сол кезде арғы жақтан әріптесім: «Сонша ұйықтағаның не? Қоңырауды басып тұрғаныма біраз болды ғой», деп табалдырықтан аттап жатты. Ал мен болсам, түнімен болған жайды қалай айтарымды білмедім. Үйге кететін уақытым болса да, сол жерде айналшықтап, қайта-қайта темекі шегіп жүре беріп, ішімнен түндегі түсім болса екен деп қоямын. Сөйтіп тұрғанымда жаңадан келген практикант шығып, менімен бірге темекі шекті. Аман саулықтан соң, бүгін бір қызық жағдай болды деп бастады ол әңгімесін. 2 күн бұрын суға кетіп қайтыс болған адамның денесін кестім. Сонда байқағаным, оның тырнағының асты кеуіп қалған ақ бояуға толып қалыпты. Осыдан бірнеше күн бұрын қайтыс болған адамның тырнағындағы жара бүгін пайда болғандай қанап, қанталап кетіпті деді. Әлгі сөзді естігеннен кейін ешкімге білдірмей, күзетшілер отыратын, кеше түнде өзім қонып шыққан бөлменің есігіне барып қарасам, өз көзіме өзім сенбедім. Ақ бояумен боялған есіктің сырты шынында да сырылып тырналып қалыпты. Осы жағдайдан кейін мен мәйітханадағы жұмысымнан шығып кеттім.